Бүгінгі біздің подкастымыз мектебіміздің түлегі 11 сынып оқушысы Роксана Алтынхан жайында. Сіздермен бірге мен Құдайберген Айару. Сәлеметсіздер, Роксана. Біз сізді әлемдегі топ 550 университеттің ішіне кіретін Қытайдағы университеттен шақырым алдыңыз деп естідік. Және Шанхайдағы университеттен шақырым алыпсыз. Қандай керемет, сізді құттықтаймыз. Роксана, емтихан тапсырудың орнына собеседование өтіпсіз. Собеседование қалай өтті? Сол жайлы айтып кетсеңіз. Интервью негізінен өте қызықты болды. 10 минутта өтті. Біріншіден менің жетістіктерім туралы сұрады, қандай олимпиадаларға қатыстым. Яғни менің хоббиларым сұрады. Мысалы мен театрларда ойнадым, яғни актерлік шеберлікпен айналыстым, өнермен айналыстым, соны да сұрады. Сонымен қатар тілдік деңгейімді және сол Қытайда басқа елде қалай өзімді, қалай сол жерде оқитынымды және Қытай тілін қалай үйреніп жатқанымды сұрады. Бәрекелді. Роксана, сіз IELTS-тан 7 баллды қалай жинадыңыз? Дайындыққа қанша уақыт кетті? IELTS-ті тапсырудың алдында балыңыз қанша болды? Және де тапсырған соң деңгейіңіз қаншаға өсті? IELTS-тан мен 7 балл алдым. Оған 2 аптадай дайындалдым. Негізі маған қатты қиын болмады, бірақ көбірек дайындалсам, көбірек алатын едім. Сондықтан IELTS-тан негізінде дайындық өте маңызды екен. IELTS-тан кейін менің деңгейім көтерілді деп ойлаймын, өйткені сөздік қорым көбейді және сонымен қатар текст жазуым жақсы болды менде және сөйлеу де жақсы болды деп ойлаймын. Шетелге түсуге дайындықты қашан бастадыңыз және қалай дайындалдыңыз? Шетелге дайындықты мен 10-шы сыныптан бастадым. Ол кезде мен ойланып бастадым дипломатия туралы, яғни сол салада жұмыс істегім келеді деп. Сондықтан мен өз ағылшын тілімді және тілімді дамыттым және көп дипломатия туралы деректі фильмдер көре бастадым. Сондықтан менің жоспарым ол Қазақстан мен шетел арасындағы дипломатиялық қарым-қатынасты нығайту. Жалпы бітіруші түлектерге қандай тілектеріңіз бар? Мектеп түлектеріне мен ең бастысы сәттілік тілеймін. Сонымен қатар қатты уайымдамаңыздар, барлығы жақсы болады. Қалаған оқуларыңызға түсуді тілеймін және болашақта үлкен азамат болыңыздар. Роксана, сізге үлкен рахмет. Сізге сәттілік тілейміз. Рахмет.